Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен біз сливадан, яғни қара өріктен компот жабатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Әдемі дәм беру үшін апельсин, алма қосып жіберсеңіз болады. Алдымен сливамызды алып жуып алатын боламыз, барлығын. Сосын алмаларымызды, апельсиндерімізді турап алатын боламыз. Осылайша апельсинімізді, алмамызды барлығын әдемілеп турап, сливамызды осылай тазартып аламыз. Барлығын дайындап болған соң банкілерімізді стерильдеп, крышкілерімізді бір қайнатып аламыз. Банкіге дайын болған алмамызды, сливамызды, апельсинімізді осылайша бөліп салып шығатын боламыз. Бұл жерде мен сливаның килограмын өлшеген жоқпын. Өзіңіздің қалауыңызша саласыз. Сливаны шамалы азайтып, алманы көбейтсеңіз де болады. Өзіңіздің еркіңізде ол. Мен үйдегі бар затпен осылай жауып шықтым. Менде слива басымырақ болды. Компотым әдемі дәм берсін деп мен апельсин де қосып жібердім. Апельсин өте қатты маңызды емес. Салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Осылайша барлығын банкілерімізге бөліп салып шыққан соң қайнап тұрған суымызды жартылай етіп құйып шығатын боламыз. Осылайша суымызды жарты етіп құямыз, толтырып құймаймыз. Барлық банкіге құйып шыққан соң беттерін жауып 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінекей 20 минут өткен соң банкідегі суларымыздың барлығын тостағанға осылай құйып алатын боламыз. Құйып алған соң бұны қайтадан газге қойып қайнататын боламыз. Суымыз қайнайым дегенше қайтып банкілерге осылай бір кеседен, яғни 250 грамм қантымызды салып шығатын боламыз. Мінекей суымыз қайнап шықты. Қайнап шыққан соң ыстықтай осылай бір келкетіп жарты банкіден банкілерге құйып шығатын боламыз. Өзінің суын, қызыл суымызды құйып болған соң үстіне қайнап тұрған суды құйып осылай толтырып шығамыз банкілерімізді. Ыстықтай құйып шығуымыз керек. Суымыз суып қалмауы қажет. Артынша бірден осылайша шайнекке қайнатып алған суымызды құйып шығатын боламыз. Осылайша
банкымызды ыстық кезде суымызды құйып болған соң жауып шығатын боламыз. Мінекей компотымыз дайын. Қысқа керемет компот болып шықты. Балаларымыз да сүйсініп ішетін болады. Әрі пайдалы, әрі витаминге толы. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видео рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Өте керемет болып шығады компот. Көріп тұрғандарыңыздай.